Петропавлдағы екінші жылу электр орталығында тағы да қайғылы жағдай болды. Небәрі 22 жастағы жұмысшы кәсіби қызметін орындау кезінде жарақат алып ауруханада көз жұмды. Оқыс оқиға неден болды? Жауаптылар не дейді? Өңірдегі тілші біліп қайтты. Оқыс оқиға кәсіпорында құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде болған. Бір айға жалданған компания қызметкерлері шатырды жөндеп жатқанда 22 жастағы монолитшінің үстіне кенеттен 1,5 тонналық темір құлаған. Жұмысшы бірден есінен танып ауруханаға жеткізілген. Оқыс оқиғаның қалай болғанын айта алмаймын. Себебі ол кезде бұл жерде болған жоқпын. 3-ші қазандықтың жанында металл конструкциялары үстіне құлаған. Сол күні таңертең қар жауып, еріп кеткен еді. Бәлкім сол себепті сырғанап кеткен шығар деп тұрмын. Серіктестік басшысы марқұмның отбасына материалдық көмек көрсетілгенін айтты. Қайтыс болған жігіт Қызылорда облысының тумасы екен. Оның денесі медициналық сараптамадан кейін туған жеріне жіберілді. Бұл жағдай бойынша қылмыстық кодекске сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта істің мән-жайын зерделеуге бағытталған тергеу әрекеттер жүргізуде. Олардың нәтижелері бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Сондай-ақ жұмыстарды орындау кезінде өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша жауапты тұлғалардың кінәсі анықталатын болады. Айта кетейік, бұл Петропавлдағы екінші жылу электр орталығында болған бірінші оқыс оқиға емес. Бұған дейін қаңтар айында 27 жастағы қызметкер жарылыстан алған күйіктерінен қайтыс болған еді. Ал содан 2 ай өткеннен кейін 38 жастағы кәсіпорын жұмысшысы үстіне құбыр құлап мерт болған. Жылу электр орталығында биылдыққа осымен 3-ші адам өлімі тіркеліп отыр. Нұргүл Алина, Жұлдызбек Ермұқанов, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.